Ендігі бұйрық апорт бұйрығы. Затты алып келу керек. Менде осындай ойыншықтар бар. Бірнеше 2 доп, бір осындай ойыншық. Соның барлығын бір реттен лақтырып көрем. Қайсысын алып келеді? Алып келген сәтте, егер алып келсе, затқа барып, тістеп, аузымен алып келетін болса, мен сол кезде ғана оны жақсылап тұрып мақтап, жақсы көріп, еркелетіп, тамағын беремін. Мұқият қараңыздар. Мына 3 заттың барлығын алып келмеуі мүмкін ол. Біреуіне ғана қызығып алып келуі мүмкін. Сол кезінде біз оны бекітеміз. Граф место. Граф место. Жарайсың, граф. Молодец, место. Қараңыз. Отыр жайында. Сабырлы отыр, күтіп отыр. Енді мен үлкен ойыншықты лақтырып көрем. Тістеп жатыр, ойнап жатыр. Бірақ алып келмей жатыр. Үлкен болып жатыр. Күтеміз, до конца күтеміз. Алып келмесе, тамақты бермейміз. Жарайсың, граф, молодец. Қараңыз, алып келді просто. Молодец, жарайсың. Жарайсың, граф. Бұл бұйрықты қайталай беруге болмайды. Күніне 3-4 рет істеген жеткілікті. Таңертең 1-2 рет, кешке 1-2 рет. Сол жеткілікті қайталай беретін болсаңыздар, күшік жалығып кетуі мүмкін. Граф, кел. Бірінші место тұр. Отыр. Бірінші алыс емес лақтырамыз. Жақын жерге лақтырамыз. 1-2 метрге. Кел, граф. Молодец, граф. Дәл осылай алып келсе де, до конца алып келмесе де, молодец, граф, жарайсың. Молодец, граф, жарайсың. Молодец. Ана. Достар, затты лақтырамыз, қараңыз. Затты лақтырамыз. Күшік соған барады қазір. Барған кезде, молодец, граф, осылай. Молодец, жарайсың, деп подсказка беріп тұрамыз оған. Алдымыз алып келді, молодец, жарайсың, болды. Молодец, граф. Сәл алып келсе де, просто білдірту керек. Осыны до конца алып келетін болсаң, сен көбірек тамақ аласың деген сияқты. Сәл алып келетін болса, аз-аздан мақтаймыз. Ал егер до конца алдыңызға алып келсе, оны жақсылап тұрып мақтап, жақсылап тұрып порция тамақ беру керек. Граф, место. Отыр. Міне, жақын жерге лақтырам мен. Опа. Ойланып тұр, үндемей тұрамыз. Граф. Подсказка беріп отырмын. Давай, алып кел. Ана, уже алып келгісі келмейді, қараңыз. 2-3 рет істегенім, лақтырып, алып келгісі келмейді. Бұл бұйрықтың нақты үйрететін жолы жоқ. Бұл жерде ойыншық қаншалықты қызықты болады. Соған байланысты. Ойыншық лақтыратын затыңыз соншалықты қызықты болу керек. Кел, граф. Ана барып, алды аузына. Кел, алып кел. Өзі келе жатыр. Біз ешіне бермейміз, просто мәң бермейміз, қарамаймыз оған. Барамызда сол ойыншықты аламызда, қайтадан жайымызға барамыз. Граф, место. Жарайсың, молодец, граф. Ешіне беріп атқан жоқпын мен. Ол тек мына ойыншықты алып келген кезде ғана тамақты алады. Ол уақытқа дейін ешіне алмау керек. Бірақ білу керек, қолыңызда тамақ бар екен. Қазір алып келеді уже. Кел, граф. Аккуратно подсказка береміз. Асығыстырмай, шошытпай. Кел, граф. Күтіп тұрам. Осы жаққа келіп, мына жаққа алдыма отыру керек. Сол кезінде ол көп порция алады, и жақсылап мақтаймын мен оны. Граф. Граф. Молодец, граф. Жарайсың, граф, молодец. Ақылды, әне. Почти алдыма алып келді, ол жақсылап тұрып сый алды. Үлкен порция тамақ, и молодец деп жақсы көрдім мен оны. Жарайсың. Әр түрлі жағдайлар болуы мүмкін. Күшік ойыншыққа барып, искеп қайтып келуі мүмкін. Значит, он желаниясы жоқ. Айтарлықтай.
қызықтыру керек. Ондай кездерде лақтырған кезде күшік әшейін барып иіскеп кетіп жатса, лақтырасыз, күшік барып тістеген кезде молодец деп мақтайсыз оны, жарайсың деп. Ойыншықтарды алмастырып көріңіз. Қайта бір затты лақтыра бермеңіз, әртүрлі заттарды лақтырып көріңіз. Қараңыз, мен қазір мына ойыншықты әшейін қойып қоям, бұл оған баруы мүмкін. Фу, барғызбаймыз просто. Бұл ойыншық сіздікі, оныкі емес. Сізді рұқсат берген кезде ғана ойнау керек бұл ойыншықпен. Граф, место! Место, давай. Жарайсың, молодец, граф. Молодец, отыр. Енді мен допты лақтырып көрем. Қараңыз. Алыс емес. 1-2 метр. Оп. И осы жерге тұрып алам. Граф. Граф. Ойнап кетіп жатыр. Енді күшік болған екен ойнап кетеді ғой. Граф. До конца күтіңіз. Мүмкіндік беріңіз күшікке ойлану үшін. Міне, өйстіп алыңызға допсыз келсе, жоқ, біз кетіп қаламыз. Затты аламыз, қайтадан жайымызға келеміз, отыр. Ар жақтан алып келді, бірақ ар жақта қалдырып кетті. Мен ол кезде уже бермеймін. Ол ондай уровеньде емес уже. Ол алып келетін уровеньде, мысалға да. Бастапқы кезде хотя бы... Граф, место! Место! Отыр. Молодец. Бастапқы кезде хотя бы солай алып келіп, басқа жаққа барып қалдырып кетіп жатса, мақтап тамақ бере беріңіз. Просто аз мөлшемде. Аз мақтаңыз, аз тамақ беріңіз. Ал егер алдыңызға алып келіп жатса, қараңыз былай. Қараңыз. Алып келмей жатыр. Болды. Күшік жалықты. Біз уже істемейміз. Ал егер алдыңызға алып келіп тастаса, сіз оған жақсы порция тамақ беріп, мақтау керексіз, жақсылап тұрып, бекіту дейді оны. Жақын жерге лақтырайықшы міне. Ойнап кетіп отыр, қараңыз. Міне алдыма алып кел, граф. Молодец, граф. Дәл осылай қолыңызға ұстап аласыз, кейін бересіз. Молодец, граф. Жарайсың. Қолыңызға ұстап тұрып. Молодец. Молодец, граф. Осылай қайталай беретін болсаңыз, күшік қолыңызға әкеп беретін болады. Пока сіз қолыңызға алмағанша. Именно ойыншықты алып келген кезде қолыңызға алып аласыз ойыншықты. Ойыншықты қолыңызға ұстап тұрған көрсетіп тұрып тамақтандырасыз. Молодец деп. Жарайсың, граф. Местоға отырған сайын мен оған бір рет тамақ берем. Молодец, граф. Жарайсың. Теріс қарап тұрып алам. Алдыма осылай келіп, отырып, тастаған күтем. Граф, подсказкалар беріп тұрам. Жарайсың, граф, молодец. Допты алып аламыз. Алып алғаннан кейін біз оны тамақтандырып осылай. Тамақтандырамыз, молодец деп. Допты көз алдында ұстап тұрып, жарайсың деп, молодец, граф. Енді шақырымды алыстата береміз, доптың лақтыратын. Қараңыз. Камерадан ары лақтырам. Сразу алысқа лақтыру ол қате. Қайталай беру ол қате. Молодец, граф, алдыма әкеп берді. Жарайсың. Допты қолымызға ұстап, обязательно. Молодец. Жарайсың, граф. Жарайсың, граф, молодец. Отыр. Достар, басқа амалы жоқ. Күшікті қызықтыратын ойыншық керек. Лақтырасыз, алыс емес, 1-2 метрден бастайсыз. 1-2 метрге лақтырасыз, күшік барып әшейін аузымен тістесе, сіз оны мақтайсыз, молодец деп. Ал егер алып келіп жатса, ол сізге, сіз оны жақсылап тұрып мақтап, сипалап, марапаттауыңыз керек. Бірақ қайталай беру ол қате. Қайта алып кел деп айту қате. Тыныш, бастапқы кезде тыныш жұмыс істеу керек. Үндемей. Әшейін лақтырасыз, 1-2 подсказкалар бересіз, граф, кел деген сияқты. Сондай подсказкалармен жұмыс істеу керек. Көп сөз айта беру, ол үлкен қате. Граф, место.
Жарайсың. Екі ойыншықты қолымда ұстап тұрам, үшіншісін лақтырам. Алыстау лақтырам. Сол ойыншықсыз келе жатыр маған. Жоқ, әрине. Бермеймін ештеңе. Вообще оған сөйлемеймін, кетіп қалам. Қайтадан жайыныма барам. Место! Молодец, граф, отыр. Жарайсың, граф. Қайтадан лақтырам. Жарты сағат осылай жұмыс істеймін, болды, тоқтатам. Күшік өзі білдіреді жалыққанын. Міне ол осылай білдіріп жатыр, қараңыз. Граф, кел. Молодец, граф. Жарайсың, допты қолыма алып алдым, обязательно. Сосын барып, молодец. Сосын тамақтандырып, жақсы көріп, сипалап жатыр. Молодец, граф, жарайсың, жеткілікті. Главное, ойыншықтар қызықтыру керек күшікті. Затты лақтырасыз 1-2 метрге. Күшік барып тістеген кезде молодец деп мақтайсыз оны. Ал егер әкеліп жатса, сіз оны 2 есе мақтап тамақ бересіз. Солай бекітесіз. Бірақ көп қайталай бермейміз, достар.